Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге жұп-жұмсақ, өте дәмді болып шығатын корица қосылған булочкалардың рецептісін ұсынамын. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ол үшін ең алдымен жылы сүтке қант, тұз, құрғақ қашытқы салып жақсылап араластырамыз. Сары майды ерітіп құйып, жұмыртқа салып араластырамыз. Онды електен өткізіп қосып, жұмсақ қамыр болғанша илейміз. Дайын болған қамырымызды жылы жерге 1-1,5 сағатқа қалдырамыз. Менде қамыр шамамен 1 сағаттай тұрды. Осылай жақсы көтерілді. Енді осы қамырды тура видеодағыдай 4 бұрышты етіп жайып аламыз. Сары майды ерітіп жағып шығамыз. Онан соң корица мен қантты араластырып, бетіне сеуіп, тура видеодағыдай етіп ораймыз. Булочкаларымызды тура видеода көрсетілгендей етіп 16 бөлікке бөліп аламыз. Онан соң противенге пергамент қағазын төсеп, булочкаларды жайғастырып, шамамен 180 градуста 25-30 минут пісіреміз. Помадкасын дайындап аламыз. Ол үшін ең алдымен сүзбелі ірімшікке сары май мен қант ұнтағын салып, жақсылап араластырамыз. Сүт құйып, тағы да араластырамыз. Енді осыны дайын болған ыстық булочкаларымыздың бетіне жағып шығамыз. Бұл булочкаларды міндетті түрде дайындап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Сіздермен бірге болған Балзия. Сіздерге видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.